Баршаңызға сәлем достар, қазір сендермен бірге өзбек тағамын дайындайтын боламыз. Яғни бұл палау. Палау дайындау үшін бізге керек сәбіз. Сәбізді теркіден өткізіп алып біз кастрюлемізге майды құя беретін боламыз. Бұл жерде көп тұрғаныңыздай, иә достар, біз окорочка салатын боламыз. Яғни біздің палауға керекті заттар бұл сәбіз, окорочка және де пияз. Сосын окорочкамыз жақсылап жуып болғаннан кейін біз қызып тұрған майға оны сала беретін боламыз. Сосын үстіне тұзды да ұмытпаймыз. Сосын окорочкамызды 1 сағатқа қалдырып қоятын боламыз. Біздің окорочкамыз дайын болды, өте күшті, жұмсақ болып дайын болған. Сосын окорочканың үстіне біз сәбізді де салып жіберетін боламыз. Сосын біздің ең керекті затымыз бұл ноқат. Яғни орысшалап айтқанда горох. Сосын ыстық суды құйып 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Бұл жерде кішкентай қазан болғаннан кейін мен үлкен қазанға ауыстырған болатынмын. Біздің өзбек тағамымыз дайын болды. Өте күшті болып дайындалған, және де еттері де өте күшті кетті. Қасында салаты да бар. Сендер жасап көріңіздер.